Қайырлы күн, құрметті Салтанат ханым және топтың қатысушылары. Мен төбет деген мәтін қазір өз сөзбен айтып берейін. Төбет бұл Орта Азиялық овчарка. Төбеде отырған ит, төбе иті деген сөзі сондай мағынасы білдіретін сөз. Төбет деген. Төбет тұқымымен дәл қазір Данияр Дәукей айналысып жатыр. Бұл адам 8 жыл Англияда оқыған, Қазақстанға қайтып, төбет тұқымы үшін жалғыз күресетін адам. Қазақстан әр уақытта Орта Азиядағы ең дамыған мемлекет болып саналды. Төбеттің бірінші шыққан жері Қазақстан, басқа көрші елге Қазақстаннан жеткен. Қазақтар төбетті ежелден бастап пайдаланады. Төрт-түлікке, сиырға, жылқыға, қойға, түйеге, қасқырлардан қасқыр тимесін деп ұстаған. Қасқырлар төбетті қатты қорқады, тіпті төбеттің даусынан қашады. Байқоңыр космодром салғанда бұл осы жер ерекше қорғалды, әрине төбеттер арқылы. Ол шынайы төбет деген тұқымы сирек. Данияр Дәукей осы тұқымы үшін көптеген игі істер жасап келеді. Мен үшін бұл тақырып, бұл мәтін өте қызық, өте пайдалы болды. Салтанат ханым, сізге мың рет рахмет айтқым келеді.